Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сәулет өнері бөлімі бойынша еңбекке жастан, өнерге бастан тақырыбы негізінде алтын балта ертегісімен танысамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты мұғалім көмегімен оқылған шығарманы логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қойып, жоспар құру. Олай болса, балалар, аяқталмаған сөйлем ойынын ойнайық. Ойланып, мұқият жауап бер. Еңбек етсең, емерсің. Еңбегі аздың өнбегі аз. Еңбек етсең, ерінбей, тояды қарның тіленбей. Еңбектің наны тәтті. Еңбек бәрін жеңбек. Жарайсың, балалар. Сіздердің жауаптарыңыз менің жауабыммен сәйкес келді деп ойлаймын. Олай болса, балалар, алтын балта ертегісін мен сіздерге оқып берейін. Сіздер менімен бірге оқысаңыздар да болады. Баяғыда бір кедей болыпты. Бір күні ол көршілес байдың балтасын сұрап алып, отынға барыпты. Біраз отын шауып бола берген кезде, кедейдің балтасының басы ұшып кетіп, қасындағы диірмен тасын айналдырып жатқан суға барып түсіпті. Кедей диірменші шалға келіп, балтамды алып бер деп жалынады. Шал диірменін тоқтатып, суға қолын тығып жіберді де, бір алтын басты балтаны алып шығады. «Мынау ма балтам?» дейді диірменші. «Жоқ, бұл емес», дейді кедей. Шал суға екінші рет қолын малып жіберіп, күміс басты балтаны алып шығады да, «Мынау ма балтаң?» дейді тағы да кедейге. «Бұл да емес». Диірменші үшінші рет қолын суға малғанда, қара темір балта ілігеді. Сол кезде ғана кедей, міне менің балтам!» деп, оған қолын соза бергенде, диірменші шал оны тоқтатып, «Шырағым, дүние қоңыз емес, ақпейіл, адал жан екенсің. Сол үшін менен мына балтаны сыйға ал. Оның сен сияқты кедейге тигізер пайдасы көп. Осы балта қолыңда тұрғанда, күн көрісің түзелер, тез арадақ ел қатарына қосыларсың», деп оған алтын балтаны берді. Кедей бұл балтаны үйге әкелген күннен бастап құлшына еңбек етеді. Алтын балта сиқырлы балта екен. Кедей отынды да өндірте жарады. Сөйтіп, ісі оңға басады. Үйге береке кіреді. Мұны көрші бай да байқап қалады. Бір күні ол кедейден мұның сырын сұрайды. Кедей жасырмай барлық оқиғаны айтып береді. Енді қара балтасын ала салып, бай да отынға келеді.
Ол отынды шабар шаппастан ақ шыдамай балтасын диірмен суына лақтырып жібереді де, алып бер деп диірменші шалға келеді. Шал судан алтын басты балтаны алып шығады. Сол-солақ екен, бай. Менің балтам, мынау менің балтам, деп тұра ұмтылады. Бірақ диірменші шал оны кеудесінен итеріп тоқтатады да: «Қоя тұр, құлқыны тоймаған қу неме, міне сенің балтаң», деп байға өзінің темір басты балтасын алып береді. Бай амалы құрып үйіне қайтады. Еңбегімен күнелткен кедейді күндеп көре алмай, іш құса болған бай шаруасына да жөндеп қарай алмапты. Тұрмысының да берекесі кетіпті. Міне балалар, мен сіздерге алтын балта ертегісін оқып бердім. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Балалар, ертегі дегеніміз не? Ертегі халық ауыз әдебиетінің негізгі жанрларының бірі. Оқушылар, ертегінің қандай түрлерін білесіңдер? Жануарлар туралы ертегілер, қиял ғажайып ертегілер, хикаялық ертегілер, тұрмыс салт ертегілер деп бөлінеді екен. Біліп жүргейсің. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Бірінші тапсырма саған: ертегіні бөліктерге бөліп, оларға ат қой. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім деп жазып жалғастыра қой. Жақсы, ендеше жауабыңды менің жауабыммен салыстырып көр. Жоспар деп дәптердің ортасына жазып қойдың деп ойлаймын. Кіріспе бөлім көршілер деп алдым. Негізгі бөлімге диірменшінің кедейге көмегі деп алдым. Қорытынды бөлімге берекесі кеткен бай деп жаздым. Оқушылар, жоспар бірдей болуы шарт емес. Сенің де жауабың осындай болды деп ойлаймын. Екінші тапсырма: салыстырып көр. Кедей мен байдың жай күйін, тұрмыс салтын және кестені толтыра қой. Кестеде мәтіннен үзінді берілген. Ол үзінді кімге және кімді мінездейді? Жазып қоя қой. Жауабыңды тексеріп көрейік. Дүние қоңыз емес, ақпейіл, адал жан,
құлшына еңбек етеді, береке кіреді, еңбегімен күнелткен. Бұл үзінді кедейге мінезделген деп ойлаймын. Құлқыны тоймаған күндейді, көре алмайды, берекесі кеткен деген үзінді байға берілген мінездеме деп ойлаймын. Сенің де жауабың осындай болған шығар. Үшінші тапсырма. Суретке зер сал. Ертегінің қай бөлігіне сәйкес келеді? Әңгімелеп жазыңыз. Жақсы балалар. Олай болса, жауабыңызды менікімен тексеріп көріңіз. Шырағым, дүние қоңыз емес, ақпейіл адал жан екенсің. Сол үшін менен мына балтаны сыйға ал. Оның сен сияқты кедейге тигізер пайдасы көп. Осы балта қолыңда тұрғанда, күн көріссің, түзелер, тез арадақ ел қатарына қосыларсың деп оған алтын балтаны берді деген үзіндіге сәйкес келеді деп ойлаймын. Төртінші тапсырма балалар. Алтын балта сенің қолыңа түссе, не істер едің? Не тілер едің? Жаза ғой. Жақсы, жазып болдың деп ойлаймын. Алтын балта менің қолыма тисе, мен не тілер едім, білгің келе ме? Мен жер бетіндегі барлық адамдардың саулығы мен еліміздің қазіргі індеттен аман есен шығуын тілер едім. Балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Кері байланысты білім қоржыны арқылы жасамақпыз. Жасыл түс мен толық түсіндім дегенді білдіреді. Сары түс мен түсінген сияқтымын дегенді білдіреді. Қызыл түс маған көмек қажет дегенді білдіреді. Кері байланысты WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыз болады. Немесе осы бейне сабағы астына жазып кетсеңіз болады. Бүгінгі сабақ сізге қызықты, әрі түсінікті болды деген сенімдемін. Сау болыңыздар.